Қайырлы таң оқушылар. Әдебиеттік оқу пәнінен «Мен теңізшімін» дельфин тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды жаңылтпашты жаңылмай айтудан бастайық. Менімен бірге қайталаңыздар. Бұл теңіз ерен теңіз, ең терең теңіз деңіз. Тағы да бір рет қайталайық. Бұл теңіз ерен теңіз, ең терең теңіз деңіз. Ендеше балалар екінші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқыңдар. Балалар менімен бірге оқыңдар. Дельфин. Болған оқиға. Су асты жартасының арасындағы жолды тек дельфин ғана білетін. Кеменің келе жатқанын сезісімен көмекке асығатын. Сақ бол, бұғаз өте қауіпті, соңымнан жүріп отыр дегендей, басқару тұтқасындағы кісіден көз алмай қадала қарайтын. Кеме соңымнан келе ме, жоқ па дегендей, артына қарайлаған дельфин кеме алдында жүзіп отыратын. Бұғаздан аман-есен өткен теңізшілер қуаныштан дельфинге қолдарын бұлғап, ура деп шуласып жататын. Бұл жолы бұғазда пингвин атты кеме пайда болды. Әдеттегідей дельфин көмекке асықты. Бірақ бір жауыз әрі ақымақ адам палубада тұрып, оған винтовкадан оқ атты. Сөйтіп ол дельфинді жаралады. Ашуланған дельфин тереңге сүңгіп жоқ болды. Оны 1 ай, 2 айға дейін ешкім көрмеді. Содан соң қайтадан пайда болып, тағы да адамдарға жол көрсетіп жүрді. Тек пингвин атты кеме бұғазда жартасқа соғылып, апатқа ұшырады. Міне, бақытсыздық деген осы болар. Балалар, бұл әңгімеден, бұл мәтіннен мәтіндегі кеме қалай аталады? Одан басқа қандай кеме атауларын білесіздер? Бұл мәтінді жазған Спиридон Вангелий екен. Ал оны қазақшаға аударған Қабділрашид Қайымов екен. Келесі 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Суретке зер сал. Төмендегі сұрақ тапсырмаларды орында. Балалар, дәптерімізге сұрақтарға жауап береміз. Суреттен нелерді көріп тұрсыңдар? Кемені көрген дельфин не істеді? Неге олай етті деп ойлайсыңдар? Мәтінді әңгімеле және өзің сурет салып сал дейді. Енді балалар, сұрақтарға жауап беріп, өздеріңіз сурет салыңдар дәптерге. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мен теңізшімін ойына. Сен теңізшісің. Теңіздегі дельфиндермен дос болғың келеді. Бірақ қиындықтар кездеседі. Ол қандай қиындықтар? Және оларды қалай жеңетініңді айт. Балалар, бұны аудиозаписпен айтып жіберіңдер. Балалар, ендеше тапсырмаларды орындап болсақ, үй жұмысын аламыз. Үй жұмысына 6-шы тапсырма. Жолыңдағы кедергілерді жойдың. Сен нағыз теңізшісің. Көңіл күйіңді өлең жолдарымен жеткізіп көр. Дельфиндермен жарысып, балалар өз сөздеріңмен ары қарай өлең жолдарын жалғастырып жазамыз.